1% талант, 99% еңбек. Бұл әртістердің өмірлік ұстанымы. Көрерменнің өмірге, қоғам тыныс тіршілігіне деген өзгеше көзқарасын қалыптастыруда театр және кино саласының үздіктері бұны жақсы біледі. Қоғамда адамгершілік пен рухани құндылыққа бастайтын, тұлғаның бойындағы мейірімділік, имандылық, кішіпейілділік сынды қасиеттерді арттыруға бағытталған түрлі қойылымдар, қысқа метражды фильмдер, отанға деген патриоттық сезімді күшейтуге негізделген кинолар бұл көрермен үшін таптырмас құндылық. Осы орайда сыр жастарымен жүздесуге Жұмат Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық драма театрының әртістері арнайы келді. Театр сахнасынан бөлек әке мен бала арасындағы байланыс, ене мен келіннің қарым-қатынасы, отбасы құндылықтарын сақтау сынды түрлі мағынадағы пайғамбарға сағыныш, байлық, гарантия, жүрекпен жаралғандар сияқты фильмдер арқылы көрерменнің көзайымына айналып жүрген кино әртістері кездесуде өнерге алғаш басқан қадамдары, түрлі қиындықтар мен қызықтар жайында бөлісті. Жастардың сан қилы сұрақтары, әртістік өнерге деген қызығушылықтары келген қонақтарды тәнті етті. Сырдың көріне қош келдіңіздер. Жаудыр ханым, Руслан мырза, сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жалпы сіздер түсіп жүрген кинолардың басым бөлігі отбасы құндылықтарын құрметтеу, оларды жалпы жастарды имандылыққа, отан сүйгіштікке, мейірімділікке дәріптеу бағытында да тамашалап жүрміз киноларыңызды. Жалпы алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта осы қарқынмен әлде дамимыз. Құдай қаласа, Алла бұйырса. Жалпы негізі әр түсіріп жатқан дүниеміз болашақ жастарға, артымыздан еріп келе жатқан жастарға бір кішкентай бір ой салатын дүние болса, бір адам содан ой алатын болса, сол еңбегіміздің зая кетпеген деп ойлаймын. Құдай қаласа, болашақта жақсы дүниелер күтіңіздер. Жалпы кино мен театр саласын бірге қатар алып жүру отбасы ретінде қаншалықты қиын? Маған негізінде ешқандай қиындығы жоқ десем болады, өйткені үйреніп қалдық, өйткені 10 жылдан аса стаж бар, опыт бар дегендей, оның үстіне маған бұл оңайға түсуі, жолдасымның екеуміз бірге бір салада жұмыс жасап жатқаннан кейін бір-бірімізді қолдап, қолпаштап, кем артық жерлерімізді бір-бірімізге айтып, толықтырып тұрғандықтан ешқандай қиындығы жоқ. Енді жалпы жастардың деструктивті діни ағымдардың жетегіне еріп кетпеудің жолында да өздеріңіз бірнеше фильмдерге, қысқа метражды киноларға да түсіп үлгердіңіздер ғой да. Енді сол жолында да тағы алдағы уақытта фильмдер түсіре ме? Алдағы уақытта бізде жаңағы Шымкентте Серік Таласов деген режиссер мырза бар. Болашақта жақсы дүниелер ол міндетті түрде түсіреді.